Неге империя звезд? Жанна Омарова осы кісінің қолынан ең алғаш рет мен ән айтқам, өзіңіз білесіз ғой. Бізге бір қошемет соғып қояйық. Әнші болшы деп жалынып едім мен сол кезде. Сол кездегі ең қиын барьерің қайсы болды есіңде ме? Сол үреймен біз күресеміз ғой қазір империя звезда. Бірінші сахнаң Актив зал. өмірде бір із қалдыру керек қой. Алғашқы махаббатым енді. Назерке неге менің инстаграмымда көп көрінбейді деп айтайын ба? Енді барлығын балансты ұстау Қиын. Егер бала шағыңды ұмытып кет, болмаса бәрін қойып кет дейтін. 1,5 жылдай мен кішкене, мен осалдығым емес, маған керек болды соны бір тыныштық ше. тоқта осы жерден тоқта. Кенет концерт беріп кеттім ғой мен. Ойланбай толғанбай. Камераны жауып тұрайықшы деп. Сен әнші болшы, актер болмай қойшы деп үйредім ғой саған. Көпке топырақ шашқым келмейді просто. Бәрі сен ойлағандай, әп-әдемі сен ойлағандай барлығы күшті болып кете бермейді. Дариға ханым да бірақ керемет жарнамасын жасап берді. Иә. Кат 15 минуттан кейін. Сәлем Қобланды. Сәлем. Қалайсың? Жақсы. Қош келдің біздің студиямызға. Бүгін бірінші подкаст. Өзіңнен бастауды жөн көрдім. Өйткені әнге, жүрегіме жақынсың. Жалпы көрермендерге көп көріне бермейтін жұлдыздардың бірісің. Сондықтан бүгінгі әңгімеміз жарасып, әдемі бір жақсы подкаст түрік. Еркін түрде Әңгіме соғайық ба? Әңгіме соғайықшы. Бұрынғыдай, ауылдағыдай. Жақсы сөйдейік. Біз 2012-ден басталды ғой негізі. 2012-де таныстық. Жүзбе-жүз көрісіп, негізі Жанна ханым біреу білет, біреу білмес. Менің ең алғашқы ән айтқан кезім 2000 жылы. Сол жақтан басташы. Ауылдан бастайық. 2000 жылы Casio дейтін синтезатор бар. Бұл синтезатор әлі бар сіздікінде? Ямаха ма? Cassioдан бастап кейін Ямахаға көштік. Сол синтезатормен ең алғашқы рет Жанна Аубакирова, қазіргі уақытта Омарова, осы кісінің қолынан ең алғаш рет мен ән айтқам, өзіңіз білесіз ғой. Қай ән еді? Оны өткенде концертте де айттым мен өзім жеке шығармашылық кешімде. Ел жатқанда жатпаған, мен деп тыным таппаған, балаң үшін тарара, аман сау жүр ақ мамам деген әнді ең алғашқы рет жалпы мен сахнаға шығуыма сол кезде әнмен сүйеміл деп живем орындаған, синтезатормен сүйеміл деп Жанна Омарова. Бізге бір қошемет соғып қояйық. Ол естен кетпес бір сәттер, естен кетпес. Ең алғашқы нәрсе, ең алғашқы махаббат қой ол да. Былай қарасаңыз, сондықтан керемет кезең болғанда. Мен де жүрегімде сол қалып қойды. Менің жүрегімде сен үлкен әншісің, негізі. Содан кейін сен Астанаға көшіп келіп, біздің студиямызға келіп, жұмыс жасаған кезде мен саған айтатынмын, помнишь? Қобланды ән айтшы. Әнші болшы деп жалынып едім мен сол кезде. Сен актерскийде оқыватсың ол кезде. Сол кездегі запистерді тыңдасам, қазір көзім жұмып тыңдап жатсам, сол кездегі жазған әндерді, болмаса запистерді, қалған архивте қалған стористер бар ғой кездегі. Тыңдап жатсаң, дауыс деген енді шынымен бала дауыс, менің дауысым жас, әлі дұрыс орнықпаған. Енді қараймын да кейінгі дауысымен, кейінгі қазіргі уақыт өсіреді ғой адамды. Қазір барып тыңдап көрсем, жер мен көк. Бірақ сол жүрегің. Сол жүрек. Сол кездегі жүрегің. Жоқ, біле дауыстырдым жүрегімді. Сол жүрек, Сол кезде бәрінен ерекше болып тұратын сен орындауың. Менде неде бар ғой, тоже Инстаграм архивында біздің студиядағы кештер. Ол кезде арт-студия Жанна Аубакирова деп жиналатынбыз. Сол кезде шағын коллектив. Сол біздің корпоративтерге бәрі қызығатын. Осы не істейсіңдер, біресе былай киінеміз. Менің достарым айтады ғой. Қоблан бүгін қандай стильде корпоративке барасың? Бірде стилі Гэтсби болатын. Бірде Гэтсби, бірде тағы неше түрлі стильде форматта жүргіздік қой. Оның бәрі тоже по-своему опыт, оның бәрі тоже бір өсуге, кейбір бір барьерлерді сындыруға көмек. Любой нәрседен бір септік табу керек, пайдасын табу керек қой. Пайдасы деген кезде енді өзіңнің шығармашылығыңа, тағы дамуыңа. Сол кездегі ең қиын барьерің қайсы болды, есіңде ме? Сол кездегі ең барьер мен үшін ба? Ой, барьердің көкелері болды ғой бізде. Чикагода қайсында болды? Чикаго, куда мы готовили. Ең біріншісі сен үлкен әртістердің бәрін жинап сахнаға шықтың ғой. Сен авторский саған деген әнмен ба? Точно. Сол әнге қатты дайындалдық. Ол кезде енді ол бар, одан кейін өзің енді бозбала кезім ғой мен.
20-21 кездерім шығар. Андай бір табаның жатырқап, өз-өзіңе сенімділігің аздау. Қазір еске алатын болсаң бір күлкілі, бір болмаса бір қызық, тәтті шақты. Тәтті кездер. Бірақ ол кезде неге сонша уайымдадым деймін де, мысалы. Қатты уайымдадың сол кезде. Қатты уайым, қазір қарасам күлемші. Бірақ сол бір уайым керек екен негізі. Кез келген бастауға, кез келген бастамаңа сол бір уайымдарының арқасында адам бір өзіндік бір жауапкершіліктерді арқалап шығады деп ойлаймын. Кез келген төбеге, кез келген тауға уайыммен, қорқынышпен, үреймен, бірақ оның барлығы жақсы жағына қарай бұру керек. Үрейдің өзі де бір андай соншалықты үрейі де болып керек емес. Бірақ сол үреймен біз күресеміз ғой қазір империя звезда. Әр адамның ішінде жүретін ол сахнадан деген қорқыныш қой, сахна қорқынышы. Бүгінгі кешке дейін бар, бірақ десек те тәжірибемізге қарай саламыздағы да шығып кетеміз сахнаға, бірақ үрей ол әрқашанда. Кез келген сахнаға шыққан сайын, кей уақыттарда сахнаға, театрда сахнаға шықпай кететін кездер болады ғой. Съемкада жүретін кездер болады, тағы гастрольде жүретін кездер болады. Сосын араға бір 2 ай салып, сахнаға оралып, театрға шығатын кезде өзіңнен өзің алақаның терілеп, бірінші рет шығып тұрған адам ұқсап, сондай кезеңдер болады. Ол сол жаңағы ғой, жиілеп шықпай кетсең, сахнада көрінбей кетсең. Яғни ол практика. Практика. Әрқашан практика болу керек. Біздің үлкендеріміз айтады, жиі шығып тұрыңдар сахна. Ән айтамыз, айта алмаймыз, бірақ вообще айта алмаймыз деп келеді ғой кейбірлер. Сонда айтамын, сіздер айтып көрдіңіздер ма деймін да. Шығып айтып көрдіңіздер, міне апта сайын келіп тұрыңыздар. Сонда мынандай ғана сахна, караокедегі бір ғана осы бір саты. Сіздерді мына жаңа көрермендерден биіктетіп тұрады. Сол бір сатының арқасында сіздерде бір жауапкершілік пайда болады. Сосын сіздер міне көрерменім бар деп жақсылап от души ән шырқайсыздар. Сол кезде содан бастап өсесіздер. Бірден үлкен сахнаға шығып кетпейсіздер. Сол сияқты сол кездегі сенің бірінші сахнаң актовый зал Кассиомен жаңағы андай болса, кейін енді Асхат ұстазың жетеледі біраз. Содан кейін енді біз көшіп кеткеннен кейін ауылдан Астанаға өзін тағы қасымызға келдің. Жанат мұғалім бар. Шіркін ауылдың бәрін тізіп жіберсек қазір. Айтпақшы, 2000 жылдар жайлы айтатын болсақ, ол кезде сен де Баянауылдасың, мен де Баянауылдамын. Сол кезде сен оқушысың, мен ұстаз болып келдіңіз. Сол кезде сіз жасыңыз 20-дан асқан. 20-дан асқан кезің. Соны былай қарасаңыз, қазір есеппен алсақ, нешесі айтпай қойып, біраз жылдар өтіпті, 2000 жылдан бастап, 25 жыл өтті міне. Сол кезде Егіндібұлақ мектебі, Егіндібұлақ ауылы, Баянауыл ауданы, Павлодар облысы. Жалпы орта білім беру мектебі. Сол мектептен бүкіл өнеріміз басталды деп мен нақты айта аламын, өйткені сол жерде бірінші Кассио, бірінші Ямаха, бірінші сахна, бірінші ширма. Сол кезеңдер ыстық маған өзіме. Ол енді ерекше ыстық. Бір кей кездері бір ойлар келеді. Бір қолым тиген кезде бір ауылға барып концерт берейік. Ауылға барып, актив залда шығып, өзім сол актив зал. Мә қазір актив зал сол кезде маған бір шегі жоқ зал болатын. Ұзын-ақ бар, ішіне эхасы. Өткені бір барып, күндіз барып кіріп қарасам, десем, бір-ақ бөлме екен ғой. Осындай бір бөлме ғана екен, сол актив зал. Ол мен көзімше бірақ ең үлкен сахна болып қалатын шығар менің өмірімдегі. Алғашқы сахна. Алғашқы сахнам және ең үлкен сахнам. Қасиетті сахна сол болып қалатын шығар. Сағынам. Спортзал ше? Спортзал. Білесің бе есіңде ме? Бұрышта отыратын, сен маха тартып, үлкен зал, үлкен. Кез келген ауылда спортзалды болды, кез келген ауылда сол барлығы өнерпаздың барлығы сөйтіп өсті деп ойлаймын. Кез келген біздің халық артистерінің барлығы сол мектепте, сол сахнада, сол жаңағы спортзалдың ішінде ән айтып өсті. Солай өскеніме мен қуанам. Осы күнге дейін тәуба ауылымыз орнында біраз өмір сүріп жатыр. Бірақ міндетті түрде Баянауылға барып бір концерт беретін кез туар, тек бас аман болсын. Бұйырса Баянауылға да концерт берейік. Әрине, мен де осы Баянауылдан бастап сол алғашқы қадамдарым ең алғашқы концерт сіздер алып келдіңіздер ғой кезінде. Соған мен Баянауылға алғысымды айтамын, басымды ием. Баянауылда ана болдық, келін болдық, қазақ болдық деп айтамын. Сондықтан мың алғыс. Менде мынандай сұрақ бар. Рас біз әңгіме соғып жатырмыз. Мен жаңа империя звезд дейтінге неге империя звезд деп сұрақ қойып жатқаным.
неге империя звезд шынымен де қазір мақсат мүддесіне бұның алға кетіп бара жатқан бағыт бағдар қалай, драматургиясы не бұл империя звезд? Драматургияға шығып кеттік қой. Жұлдыздар империясы деп айтайын десем, енді жалпы жұлдыз деген бір көп мағыналы сөзге айналдыруға болады, бірақ дегенмен оның ішіндегі ең бастысы от қой, жанып тұратын. Бұл жоба 2016-дан бері мені мазалап жүрген жоба. Есіңде ме, Түркістанда бизнестердің 16-шы этажда болып еді ғой біздің офисіміз. Сол кезде бір январьдың кезі, сол кезде 2016-ның жаңа жылы. Жаңа жылдан кейінгі мына келеміз ғой офисқа, ал не істейміз? Бір жаңадан бірдеңе шығару керек еді деп бастаймыз ғой бір жобаларды. Сол кезде бір шіркін осындай орталық болса ғой, бір әнші болғысы келіп жүрген бір адамды бүйтіп кіргізіп жіберіп, содан үлкен әнші болып шықса, сондай бір орталық болса еді. Ол кезде продюсерский центр ғой. Ой, мен ол кезде сен андайсың, сен мынаған ұқсайсың, анаған ұқсайсың деп бағыттайтын. Бірақ мен жоқ, олай емес. Мен ондай емеспін деп, мен басқа бірдеңе шығарам деп жүріп, бірақ ол кезде енді мүмкін дайын болмаған шығармын. Бірақ сол кезде империя звезд деген сол кезде миыма сақ ете қалды сол название. Сол қалып қойды. Содан міне неше жыл өтті, «Зажги в себе звезду» деген проект шықты ғой. И пандемия кезінде басталған болатын. Оның ең басты нелері, бастамалары сол 2019-да бәріміз жабылған кезде. Кейін мынау тоймен басқа бір жалпы өмірдің құндылығы көбірек болып кетті. Сол тойдың бәрі жойылып, ол кезде бір болмайтын сияқты болып тұрды сол кезде бізге. Бірақ дегенменен мынандай бір толғаныс пайда болды. Мен адамдарға қандай бір пайдалы бір нәрсе әкеліп жатыр ма, жоқ па? Тойды ұйымдастырасың, жарайды. Bir күн адам тойын жасайды, қуанады, тойлайды, кетеді, ары қарай ұмытылады ғой. Бірақ андай бір өмірде бір із қалдыру керек қой. Сондай бір із қалдырғым келеді, сол кезде қатты ойланатынмын. И пандемияның кезінде осындай бір адамдар бәрі ойланып, ал не боламыз ары қарай. Сол кезде сен де келдің ғой, білесің бе, «Зажги в себе звезду» деген проект пайда болды. Ол кезде мен спикерлерді шақырып, бір пайдалы кеңестер алсын адамдар. Келген кезде тек андай вечеринка емес, бір билеп ойнап қайтатын емес, концерт емес. Әрбір адамнан бір өзіне керек бір мүмкін инсайттар, мүмкін бір профессия даже ауыстыруға. Сол кезде енді сондай болып кетті ғой, бәріміз басқа бір немен айналысамыз деп сондай бір ойлар келді сол кезде. Біреу актер болсы келеді деп саған қарады, біреулер әнші болғым келеді, күйші болғым келеді. Сонда әрбір спикерлерді шақырып, «Зажги в себе звезду» деп солай өтетін бізде. Сол проектті көрген бір ханым, Салтанат ханым, 2020 жылы қатысқан, келіп көрермен болып, Инстаграмнан көріп қалып. Сол қазір біздің жобамыздың жұлдызы, Салтанат Мусина деген айтады. Сонда мен сіздерді көп қарайтынмын дейді. Не екен, шаршамайды екенсіз, жасай береді, бір нәрсені шығара береді. Енді түбінде міне келді да, бізге қазір біздің жарқын жұлдызымыз. Яғни біз қазір адамдарға мүмкіндік береміз. Біздің империямызға келіп, жалпы мына музыкалық клубты аштық. Әр апта сайын жиналамыз, өзіміз ән айтамыз. Сол кезде енді мен өзімнің кеңестерімді айтам, білгенімді, басымнан өткен бір қиындықтар болады, жақсы бір пайдалы кеңестер болады. Соларды айтып өтем. Сол жерде қолма-қол өздері өзгеріп, бүйтіп сахнаға әдемілеп болып шығып, сол музыкалық клубтардың кештеріне келген кезде кәдімгі техникадан бастаймыз, распевка, ұстаздарымыз бар, әрбір неге қатысып отыратын. Распевкадан бастаймыз, сосын өзін ұнатқан әндері болады адамдардың, сол әндерді айтып береді. Кейін бірден айтып өткеннен кейін бірден сахнадан жібермеймін, ары қарай қасымда тұрып, өзінің бір эмоциясын айтады, бөліседі, жылайды, күледі, неше түрлі болады. Сол жердегі максимальный трансформация, сол жерде тура көзіміздің алдымызда сол трансформация өтеді. Адамдар өзінің шығара алмай жүрген бір эмоцияларын шығарады, бір махаббаттарын бір айта алмай жүрген бір сезімдерін айтады. Сол жерде бір қатты қиын кезеңдерден өтетін бір ауырып болсын, не болсын, сондай бір қиындықтан шыққан жақсы сезімдерді сол жерде шығарып алады да адамдар деп күшті болып кетеді. Яғни бақытты болып барса үйлеріне, ол яғни сіздің мақсатыңыз. Менің мақсатым сол адамдарды бақытты қылу, ән арқылы, өнер арқылы. Дұрыс. Ән болсын, болмаса әншейін бір әңгімемен де емдеуге болады адамды. Әрине. Көбінесе сені сахнадан көреді адамдар, театрдан, кинодан көреді. Әрине, әйелдер қауымына енді мүмкін жұмбақ шығар біреулерге. Көп шығара бермейсің, бірақ біз білеміз ғой, адал жарың бар,
бала шағаң бар. Өзімнің қолымда бүйтіп гүлдей болып өсіп, өзі сенің қолыңда қондырып. Бірақ оны өзің алып келдің ғой бізге. Сол жұбайың туралы бір-екі сөз айтып жіберсең, Назерке риза болатын сияқты. Сол енді Назеркенің разылығы үшін деп басып кетсе. Жоқ, Назеркемен айтылатын әңгіме ол да бір таңға жалғайтын әңгіме ғой. Өйткені неге десеңіздер, өзімнің бала кезімнен бастап енді көп жерлерде айтылады ғой. Өзімнің енді алғашқы махаббатым енді қосылған бақытты жолы болған жандардың бірімін. Кешірім сұраймын, Назерке сонда отырсыз. Назерке жайлы деген кезде енді Назеркенің қандай жақтарын айтайын? Назерке неге сенің инстаграмыңда көп көрінбейді деп айтайын ба? Солай ма? Назерке сені салып атады, бірақ сенде мен оны жиі. Мен енді жиі салмайтын шығармын инстаграмға, бірақ арасында бір күшті бір сәттер болып қалады. Салып бөлісіп қойғым келеді енді, бәріміздің енді соншалықты халыққа жасырылып жүре білмейсің ғой. Кездері болады, бөлісіп қойым, бірақ енді қатты жариялағым келмейді отбасылық немді. Неге? Көрсе. Ол енді тағы бар. Одан кейін неше түрлі әңгімелер бар ғой, неше түрлі адамдар бар қазір. Біреу жақсы тілек ойып, біреу жақсы ойлайды, біреу басы керісінше теріс ойлайтындар бар. Осындай бір болмашы бір сторисқа бола, сондай бір жаман энергия келіп қалмаса екен деген ниетпен өзім салғым келмейді. Бірақ ақиқат, ол менің бала шағам бар екені халық білет, әйелім бар екенін білет. Сол менің телефоннан тыс, стористан тыс, ол жанымда, жеке өмірім. Жеке өмірді негізі көбінесе жеке сақтау керек деп ойлаймын. Сақтағысы келеді, бірақ енді соншалықты салмай қойшы деп ойлаймын, бірақ енді менде оқитын оқырмандарым бар, біреулеріне қызық шығар деп иногда бір ол жатқан историяларды бөлісіп қоямын. Білесің ба, мен ағаңды салған кезде мен махаббаттарым қалай көтеріледі. Сол сияқты ғой. Әйтпесе тәуба шүкір. Мен де көпке дейін солай ойлайтынмын, білесің ба? Инстаграмға мен бір күнді сондай бірдемелерді оқып аласың, көріп аласың дейді, ойбай деп бәрін өшіресің ғой. Балаларды, ардақты бәрін өшіріп тастадым, бір күнді сондай болды. Сосын негізі зерттей келе әйтеуір біледі адамдар. Әрине білетін адам біледі. Бұл жаңағы біз не үшін өзіміз бір адамдардың көз алдында жүргеннен кейін енді бұларға бір құндылықтар жеткізуіміз керек деп ойлаймын. Сондықтан отбасылық құндылықтар бізде әрине енді сақталып бүйтіп тұрса да жасырылып дегенменен мына түсініп отырмын. Соны ары қарай міне бүйтіп алып келіп ары қарай бөліссек адамдармен сол дұрыс болады. Ол өте дұрыс айтып отырсыз. Мен де шамам келгенше салған кезде бір мән мағынасына қарай біреу көріп кішкене болсын жүрегі жылып, жаңағы жібіп, үлгі алып қалатындай кезеңдер болады. Оны жасырмаймын. Телеарналарға шықтық отбасымызбен бір неге. Бір жақсы интервью түсірді ғой. Бағдарлама түсірдік, Сол кезде шығып бір жарияладық. Ол да информация кетіп тарады ғой. Шамам келгенше жақсы жақтарымды көрсетуге, жақсы жақтарым деген кезде жақсы, менде бәрі. Негізі бәрі жақсы, просто сондай нелермен қысқаша бір реті келген кезде бөлісіп отқанымды өзімді құптаймын. Келсем өзім оған, бірақ жиілетпеуге шыққым келмейді, жиі шыға бергім келмейді. Әйтпесе семьямен, отбасымен қыдырып, достарың бар. Тәуба, шамам келгенше көріп тұрасыздар. Өте жақын достарым көп менің, отбасылық достарымыз бар, барлықтарымызбен осындай бір керемет жерлерге шығып, серуендеп, істеп тұрамыз. Ондай прям шығармашылыққа бас аяғымен кіріп кетіп, отбасын ұмытып кететін адамдардың қатарында емеспін. Барлығын тең ұстауға тырысасыз. Тең ұстауға, достармен де, жұмыспен де, отбасымен де, әке шешемен де, өз-өзіңмен де. Енді барлығын балансты ұстау сен үшін қиын емес. Қиын. Қиын? Неге қиын емес? Қиын екен. Отбасымен де болу, шығармашылық, гастроль. Нәрсе емес негізі. Жігіт болғаннан кейін, ол саған мойныңа жаңағы сондай жауапкершілік артылғаннан кейін, оның барлығын ебін тауып, ретін тауып, жүйесін тауым керек деген өзіме сұрақ қоямын сөйтіп. Ондай болса, онда давай шығармашылықты алып жүр, семьяңды алып жүр, әке шешеңді ұмытып кет. Болмаса әке шешеңді алып жүр, шығармашылық, әйел бала шағаңды ұмытып кет.
болмаса бәрін қойып кет дейтін нелер болады. Бірақ олай болмайды. Неге десеңіздер, солай ол жігіт болғаннан кейін, еркек болғаннан кейін оның барлығын арқалап жүру керексің, барлығын үлгеру керексіңдер. Иногда өзің ойлайсың, иногда адам сөйтіп жүріп өзі шаршап қалады екен иногда. Иә, сол. Тем более еще адамның өзінің табиғаты бар ол жерде. Мысалы, менің табиғатым бөлек, сіздің табиғатыңыз бөлек. Мен сияқты замандас құрдас жігіттер бар шығармашылықта жүрген. Оның көзқарасы бөлек, оның әулиеті бөлек, қабылдау бөлек. В общем, мына жерде бар ғой, тармақ көп. Бәрін түйістіріп, жинап, барлығы сен ойлағандай, әп-әдемі сен ойлағандай барлығы күшті болып кете бермейді. Вот сол күшті болу үшін неше түрлі сынақтардан өту керек деші. Өтесің, соның кілтін арқалап, ана құлыптың кілтін салып көресің, ол емес, мына құлыпқа саласың, ол емес, оның шешімі қандай деп. Оның барлығы уақытымен келеді екен. Әкем айтатын, уақыт келгенде түсінесің деп. Немене уақыт дейтін бәрі. Немене уақыт тарс айту керек қой, міне, так, осы ма деп. Сөйтсем, уақыт келгенде түсінесің дейтін. Сөйтсем, ақырын уақытымен екен барлығы. Бірақ десек те, шама келгенше барлығын таразы басын тең қылып дұрыс ұстау керек. Шығармашылығың, семьяның. Шығармашылығында қандай жаңалық бар? Күшті әндер шығарып жатсың, естіп жатырмыз. Шығармашылықта енді мен шынын айтайын, 1,5 жылдай мен кішкене керемет пауза ұстадым. Өйткені неге десеңіздер, бір заманда андай бір суетадан шаршап кеттім бе? Болады ондай бір. Мен мүмкін көтере алмаған шығармын. Мен осалдығым емес, маған керек болды соны бір тыныштық ше. Қайта ашығу деп айтайықшы. Қайта ашыну. Жаңағы жылан үлкен бір тамақты жейтін алдында 3 күн 4 күн тамақ ішпейді. Асқазан дайындайды дейді ғой, сол сияқты. Менде бір жақсы үлкен жобалардың басын бастау үшін қазір кішкене ашығып, ашынып, дайын тұрсын. Қиялданып, фантазиямызды қайттан обновить етіп, тағы да ән жақтарынан, стиль жақтарынан кішкене жұмыс жасап, бір өзгерістерді енгізіп жатырмын. Енді 1,5 жылдың көлемінен кейін міне қайттан бастаған ештен аяқтаған жоқпын, просто мен болды. Концерттер бола ма? Қандай әндерін шығарады? Концерттер болады, ол қазір айтамын. Астанадағы концертінде болдық, керемет. Иә. Бірден адам халық қалай тік тұрды, сода аяғына дейін сол болды. Астана, Алматыда өтті. Енді тағы басқа қалаларда жоспарда бар ма? Иә, тыныштық сақтап алдым дағы да. Қазір дуэттер жаздым. Тағы да 1-2 ән бар. Фит дейсің ғой. Фиттер жазылып отыр, иә. Ол фитіміз тек хит болсын деп отырмыз. Иә. Концерт бердік. Астанада бердім. Мен өзімнің бір өзімді қамшылау мақсатында сол бір. Былай қарасаңыз, енді негізі мен соғырдаймын, сондай әнші емеспін ғой. Негізі, мысалы деймін да, мен әншілік. Мен осы тақырыпты тоқта, осы жерден тоқташы. Маған күнде осылай келеді. Мен әнші емеспін. Әнді әп-әдемі айтып тұрады. Неге әнші емессің? Қашан сен өзіңді әншімін деп жариялайсың, сол кезде ғана әнші боласың. Мен өзімнің басыма өткен ғой, білесің ғой. Жоқ, енді мен айтайын дегенім, қазіргі менің бірінші визиткам актер ретінде ғой танылған. Иә, әншілікті енді бүйтіп айтам. Сөйтіп айтып жүрген кезде жазған әндерім халықтың жүрегінен шықты. Сөйтіп орын алғаннан кейін ол мотивация маған күшті болып жақсы жағынан тиді. Неге әнші емеспін деп отырсың? Сөйтіп барып кенет концерт беріп кеттім ғой мен. Ойланбай, толғанбай. Сөйтіп ол концерттің барысында неше түрлі ойлар болды. Жасайық па, жасамайық қояйық па? Жасасақ асырып жасауымыз керек, жасамасақ жасамайық қою керек дейтін ой. Қазақтың әдеті ғой. Жоқ, енді күштілеп жасау керек, құласаң нардан құла деп па? Құласаң нардан құла демекші. Сөйтіп өзіміздің Астана қаласының Қалеке театрында өзімнің жұмыс орнымда керемет залымыз бар, 800 адамдық. Сол жерде 1 ай жатпай тұрмай дайындалдық. Ұйқысыз түндер әндеріміз жаздық. Сөйтіп Астанада беріп едім, бір керемет эмоцияға алып, кейін артынан Алматыда жасадым. Оңай болған жоқ. Концерт жасау дейтін негізі оңай нәрсе емес. Қайсы жақсы болды? Астанадағысы енді ерекше өтті. Қолдау көбірек болған шығар. Қолдау Астанада көбірек. Жоқ, Алматыда жақсы болды. Просто Алматыда біз көшіп қонып бардық.
жол пұлымыз бар, анамыз бар, анау шаршап қалдық па, ойым шашыран қалып қалды ма, бірақ дегенмен де жалпы есеппен жақсы өтті концерт. Өзім қанағаттанбай қалдым. Ал Астанада прям сол театр, сол сахнада күні түн дайындалдық. Өзімнің туған сахнам ғой дедім. Иә, сондықтан сол жерде өтті. Бірақ ең басты осы 2 қалаға бердім. Енді ары қарай Құдай қаласа осы сәуір айынан бастап. Халқым тосып отыр. Халқым тосып отыр шынымен де. Арқа бар, батыс бар, шығыс бар, орталық бар. Осы жақтарды аралайын деп жатырмын бұйыртса концертпен. Билет алып дайындала беріңіздер дейсің ғой. Тіркеп қойыңыздар, иә. Келіңіздер. Енді менікі бүйтіп билететін әр емес, менікі сәл тыңдайтын әндер деп ойлаймын. Жүрекпен тыңдайтын. Иә. Тұрып тыңдайтын ән емес, отырып тыңдайтын. Бүйтіп ардақтың иығына басым салып қойып тыңдадық қой. Сол сияқты. Концерт қалай болды жалпы? Керемет. Мен өзім концертін өзім опрос жасайыншы, қалай болды концерт? Мен айтайын, көрермен ретінде айтайын. Сен не көрдіңіз, не түйдіңіз, кім болды сахнада деп ше? Бұл жерде сахнаға шыққан адам ең бастысы сен енді былай әртіс ретінде қарадым, шын айтайын. Енді сынап емес, бірақ көрермен болып барғаннан кейін сен енді күтесің ғой, эмоция күтесің, бір жақсы сезім. Сол жерде сен сахнада тұрып, қай точкадан қарасаң да сен енді жалпы бүкіл внимание саған барады ғой, энергияны сол кездегі. Сол энергияны, саған барған энергияны біз көрермен болып та сезіп отырдық қой. Сонда не деген адамдың ықыласы саған деген, мен сол жерде бірінші рет сондайда сезіндім өзім. Былай мақтамай қояйын, өйтіп былай айттым деп. Камераны жауып тұрайықшы. Айта беріңізші. Бұл жерде жалпы көрерменнің махаббаты ерекше естілді, сезілді, прям до мурашек. Сол жердегі сол ең бастысы менің сол жердегі сезгенім сол болды. Әрбір ән бір ерекше қойылыммен, актерский подход, бүйтіп отырып алып темекімен, неше түрлі анау дәл алдымызда отырған қыз ше, қызыл көйлектегі бүйтіп шығып кетіп сөйлеп кеткен кезде бәріміз бүйтіп қалдық қой. Неожиданно болды. Мен өзім үшін, хотя енді актерларсыңдар ғой, барлық ходтарды білесіңдер ғой, режиссерский подход, о жерден Сұлтанның нелері бар, иә, фишкалары. Сол риза болдым. Енді команда, жалпы үлкен командамен жасадыңдар ғой. Сол кездегі жаңағы сенің сол кезде мен сөзімді қайтып алдым деп айтуға болады. Сен әнші болшы, актер болмай қойшы деп үйреттің ғой саған. Сол кездегі мына актерлық шеберлігін сол жерде сахнада, театрда жүргеннен кейін сол жалпы кәсіби подход ерекше сезілді. Өйткені кіріп кетіп ана жерге сенің әлеміне кіріп кеткендей болдық та. И сол жердегі сенің бүкіл эмоция, бүкіл махаббатқа толы, ана жерде вибрацияға толы бір сондай бір орта болды. Ана толқындап отырған залдан келіп жатқан энергия маған біз енді кейбір жерлерде сезбей қаламыз. Біз енді жаңа 4-й сценадан қойып қоямыз. Иә, қатты күтесің деп ба? Иә, байқамай қаламыз ба, сол қызықта. Мен жалпы сұрамаппын. Мен залда соның бәрін сездім. Концертім жайлы, жалпы мен болған концертте болған адамдардан тікелей көзбе-көз қалай болды деп сұрамаппын мен. Енді сұрап көрші, сол мен сияқты біреулер сездім екен. Сұрайтын боламыз, иә. Иә, жақсы, тамаша. Сондай тағы барғым келеді, негізі шынымен. Астанада тағы қойсаң. Міндетті түрде жасаймын. Сол жаңағы маған сол дүние ыңғайлырақ па деп ойлаймын. Енді ол жылына бір рет Астанада бір концерт беру. Неге? Көп топырақ шашқым келмейді просто. Сен әнші болшы, актер болмай қойшы деп үйреттің ғой саған. Жақсы болатын ба дедім. И жалпы мен концертті солай көретін едім. Кез келген концертті сондай дайындықпен. Иә, сондай дайындықпен және келген көрермен, тыңдарман солай қанағаттанып қайту керек шығар деп ойлаймын мен. Иә. Бірақ ол концертте аздық етіп қалғандар болды деп айтып жатқандар естіп қалдым енді 50 құлақтан. Иә. 2,5 сағаттық концерт, оның өзі аздық етіпті деп. Бірақ десек те маловато, вкусновато болғанда жақсы. Иә, вкусно, но мало. Бірден мен қайтып кеткені деп, сонымен қайтып кету керек қой жаңағы көрермен. Ары қарай екінші бөлім қашан болады деп күтіп жүрген жақсы ғой, лучше көрермен. Сол формат ұнайды маған. Полный коннект ұстау көрерменмен, тыңдарманмен сөйлесу, оның жан дүниесіне кіріп шығу, оны тыңдау деген сияқты ше. Саған келген көрермен шабыт алып кету керек қой. Ең бірінші. Мне по кайфу. Сол нәрсе. Вот, по кайфу болу керек. Бәрі по кайфу. Ең бірінші концертің болды ғой неде? Д54-де ме? Да, Д54-де. Сол концерттен кейін мен концерт беріп кеттім ғой, білесің ба? Иә, білемін. Сол жерге келіп, ол кезде декреттемін әлі деп не істеймін деп жүрген кезде. Жоқ, мен сіздің сол жеріңізге риза боламын жаңағы. Негізі кейбір шығармашылық адамдардың, кейбір шығармашылықта жүрген, не болмаса әншілікте жүрген, театрда, кинода жүрген кейбіреулердің осындай бір талаптылық жетіспей қалады да.
кейбір тұлғаларда ол жаман да нәрсе емес, жақсы да нәрсе емес, просто табиғат сондай. Өзіңнің қиялыңа бір иногда мүмкіндік беріп, өзіңнің қалауыңды жасап шыққың келді ме сахнаға. Менде мысалы сондай болады. Мен мысалы любой бір, мен негізі концерттерге жиі бара қоймаймын. Мен әріптестерімді, бауырларымды біледі. Көп негізі бара қоймаймын концертке. Бірақ барып қалған кезде көріп отырып мен өзім всегда сөйтіп қанаттанып кетемін да, всегда. Мен де жасағым келіп кетеді. Сөйтіп жасаймын мен ары қарай. Жаңа сіздің мысалы мен концерт бердім, сол жерде сіз мына жерде сол жақ бүйірімді оттыңыз ғой мына жерде. Аға екеуміз. Аға екеулеріңіз. Сөйтіп мысалы қарап отырсам, артынан бір жұма салған жоқсыз ғой, бір жұма салған жоқсыз. Бір ай ма? Бір айдан кейін ба мысалы, бір айдың көлемінде ары қарай сіз жарнамасын жасап, өзіңіздің жеке шығармашылық кешіңізді бердіңіз. Кім келді ме, келген жоқ па, мәселе маңызды онда емес. Адам өзінің сахнаға шығу. Өзінің несі. Былай қарасаңыз, сол жерде жаңағы декреттік шақта жүрдіңіз. Вот негізі сол бір качествоңыз негізі кейбір біздің әріптестерімізге, достарымызға керек ау. Концерт, шығармашылық, ары қарай кино. Енді мына актерлық жағынан театрда күнделікті өзі бір репертуар бойынша спектакль болып жатады, Ал дегенмен сонымен қатар ұстап жатқан дүниелерім көп сияқты. Дубляж, Аватар, Моана, вау деп шығып жатады. Тек анда бит, маска, мынандай камер шоу, қандай, уже білмеймін қай жерде қолданып. Енді сол жердегі бір жаңалықтарды айтсаң, қандай бір сен үшін ең ыстық проекттерді айтасың ба? Мен енді көп проекттерді көрдім. Қазір де бір проекттерге қатысып жатсың. Бір ерекше бір проекттерді айтайын. Қызықты сәттер ма бір? Бізге қызықты ғой, сахнаға шығасыңдар, күшті болып шығасыңдар, кетесіңдер. Бірақ оның сыртында болып жатқан атмосфера, сол жақ күштірек сияқты мен үшін. Кино, дубляж. Дубляждан мен қарқып жасаған жұмыстарым ондай көп емес, бірақ десек те бір бағыма бұйырған әлемдік деңгейдегі ол енді менің өзімнің жеке тарихым үшін ғана жұмыс жасаған дүниелер болды ол. Тек өзімнің биографияма, жалпы фильмографияма, тағыста еңбек жолыма. Джеймс Кэмерон, алты алашқа әлем деп бастайыншы. Джеймс Кэмерон, Аватар, әлемдік блокбастер керемет фильмдердің бірі ғой енді. Аватар бірінші және екінші бөлімін қазақшаға дыбыстадым. Жаңағы Джек Салли басты рөлді Джек Саллидің рөлін қазақшада дыбыстадым. Одан кейін осы бертін шыққан Моана 2 мультифильмінде. Сен Моана көрдің ба деп айтыратын ба? Ұят қалмасын деп па? Масқара болмайық деп. Жоқ, ол нелерді де мен Дариға ханымда онда бір жамандықпен айтамын деп айтқан жоқ қой кісі. Әңгіме арасында несінде айтып қалғанша, бірақ оны ақылық өздері басқаша бұрмалап алды ма деп. Бірақ десек те байқап сөйлеу керек деші. Дариға ханым да бірақ керемет жарнамасын жасап берді. Дариға ханым ерекше алғыс айтайықшы. Қызықты сәттерім енді ерекше есте қалатын сәттер, проекттер барлығы ерекше, өзіндік жолмен, өзіндік жөнмен ерекше. Бірақ мен бір ерекше айта кететінім осы Аватардың бірінші бөлімін жазғандағы мен енді сол кездегі режимді айтқым келеді. Қалай болады осы дубляж жасағыңыз десеңіздер, отырып алып соны айтып жіберші. Дубляж ол Астана қаласында жасалды. Ол кезде мен Завод және Няня дейтін сериал бар ғой. Сәлем Сошыл. Сол екі сериалға мен қатарынан түсіп жүрдім. Мысалы таңғы 7-тен кешкі сағат 8-ге дейін Заводта болсам, содан шығам да ары қарай ночной съемка болады, Няняға кетемін. Содан таңға дейін ұрып шығамдағы да, таңғы ерте рейспен Астанаға ұшып келіп, Аватарды жазуым керек. Потому что Аватар... Ұйқы жоқ. Ұйқы мен араласқан жоқ ма? Ұйқы мен танымаймын ғой кезде. Танымай кеттің ба? О дейтін әріптерге кетеміз ғой. Сөйтіп Астанаға ұшып келемін да, Астанаға ұшып келген кезде Аватарға бізге тікелей Sonyден келетін бізге дедлайн бар. Бізге уақыт, сол таймингпен жұмыс жасауымыз керек. Сол уақытта қысқасы Аватар дейтін өзіңіз есептей беріңіз, 2-3 сағатқа жуық фильм ғой негізі. Хронометраж.
ол жерде қосалқы рөл емес, басты кейіпкер. Басты кейіпкер келген кезде бір 18 папка тұрған шығар, 18 папка текст. Мен заводпен нянядан ұйықтамай келген адам шатасып отқан жоқ па ана жанар анау деп неше түрлі аттар. Немен еді, дубляжда не керек, дауыс керек қой. Демалып келу керек, связка қайда? Сау бол деді ма саған ол кезде? Осы қара кофемен американаны алып аламыз дағы да студияға кірем. Таңғы 7 үйге кірмеймін мен. Аэропорттан қонымда ұшып студияға кірем дағы да. Өйткені мынаны барымша тез жазып тастауым керек. Сөйтіп таңғы рейспен бір күн жазам. Таңғы рейспен қайттан Алматыға ұшып кету керек. Сонда күн ара ма? Съемка? Жоқ, күн. Былай. Бір күн съемка қалай сонда? Кез келген кезде ұйықтап жатқан шығарсың. Иногда бүйтіп ойлаймын ғой. Самолетке біз әртіс болғаннан кейін келесі ғой, өзінше әдемі болып отырып, шапканы киіп, очкин киіп, жаңағы самолеттің бұрышында бір отырып, терезе бір қарап қойып, ұшқанша. Арманда, ұшқанша. Кат 15 минуттан кейін Сол кезде түсіріп алып жіберген жоқ па саған? Сол кезде стюардессалар сәлеметсіз бе, амансыз жүреді ғой, бір қарасаң сол кезде жаман ұялатынмын, аузым суын сыртып, сәлеметсіз келдік па деп, сондай паникада жүрдім да. Да. Стресс қой, стресс вообще. Аватарды жазамыз дағы да, Астанадан Алматыға ұшып қондым, Алматыға қонған кезде сразу түскен беттен көлік күтіп алады, көлікке отырамын, площадкаға кетемін. Сондай өмірді армандадың ба сен? Әрине армандадым. Негізі. Конечно. Сол арманына жеткен. Я еще хочу такой. Еще хочешь? Я еще хочу такой режим. Нон-стоп. Нон-стоп. Но организмге қиындау шығар. Организмге енді ұйқысыз түндерде қиын болды, бірақ сөйтіп кейін барып фильмнің премьерасы болған кезде қарап тыңдап отырсам енді дауыс нормально ма екен? Дауыс бар, енді бір жерлерін шаршап қалған кездер бар, бірақ енді соңғы лайықты болды ғой, как раз таки. Режиссеріне кешірім сұраймын. Шаршап жүрген жоқ. Сөйтіп андай болды. Қарадым да енді. Тәуба деймін да, мысалы жасалған еңбек қой барлығы. Ешкімнің есінде қалмаса дағы менің өзім ұрпағымнан қалады дейтін неге тоқтадым да. Өз-өзіме риза болып сол кезде бір күшті болып қалғам. Бірақ сол жердегі режимді мен айта алмаймын енді. Жақтағы фильмде кастинг директорлардың көрген қиыншылығы мен 5 минут біреу боянып алғанша 5 минут қазір боянамыз, мотор десе, онда қазір 5 минут ұйықтап алайын деп. Анау боянып болғанша, мысалы, әріптесім 5 минут ұйықтап аламын деп, сразу тұрып кететін кездер болды. Көзімізге нафтизин себеміз, көзіміз қызарған. Қызармасын деп па? Бірақ тамағымыз ұйықтап отырады ғой. Анау жаңағы заводта, няняда түсіріп жүрген кезде интонационно тыңдаймын ғой өзімді. Даусым деп ойнап. Енді бәрі қайтадан қарайтын болатын сияқты ғой. Солай ғой. Сондықтан тыңдап көрсеңіздерші, завод ана жерде дауыс шаршап тұр ма жоқ па деп сұрасаң. Көп ондай жерлер. Сол бір кездер есте қалған. Иә. Бірақ қызығы мен шыжығы қатар жүрген жобалар. Еңбексіз ештеңе болмайды. Әрине. Еңбексіз жұлдызың жанбайды. Сондықтан еңбектену керек, достар. Сол жаңағы шаршап кетіп бара жатқан кезде де бүйтіп ойлайсың жаңағы жоқ, қойшы, я на такое не подписывался деп айтқым келеді ғой. Иә. Қойш болды, до свидания деп па? Сол нәрсе адамды күшті алдыға жетелейді де жаңағы. Это же классно. Это же кайф. Востребованный. Түсіп, барып, тағы жасап жұмысыңды қайтып келіп. Голливудқа шақырса тартамыз ғой. Тартасың ғой. Визамды алып алдым, айтпақшы құттықтап қойыңыз. 10 жылға виза алдым. 10 жылға. Енді бір 5 жылдан кейін Голливудтан бір премьерадан алып алғанбыз ғой. Дұрыс. Сен баяғыдан айтып жүрсің ғой ананы. Не? Құдай қаласа, онда күтіп бар. Иншалла. Жол болсын деп тілейміз. Одан кейін тәтті сәттер, егіз лебізді керемет бір нелер болды. Қаншама достар таптық қой. Егіз лебіздің ең тәтті жерін айтайын сізге. Егіз лебіздің ең тәтті жері ол мен өзім айтқым келетін әндердің барлығын айтып кайфовать еттім мен. Қорқы. Иә. Сол әннен басталған кезде менің бірінші әнім ғой ол да. Ең бірінші сахнаға шыққанда мен сол өзім ауылдан көшіп келдік қой. Енді ең бірінші бізді гастрольге жібереді ана. Ең менің осы бастаған база ғой. База это когда бізді ауылға жіберді. Ауылдарды бүкіл Қарағанды облысын түгел ауылдарын аралап келдік. Бір күнде 4 концерт. Мынау ауыл бip келеміз да, әрбір ауылға таңертең түстен кейін кешкі анау. Малдан кейін сағат 10-да қоямыз ғой концерт. Сол кезде күніне 4 рет қорқытты айтатынмын. Сол кезде ең жақсы көріп соны жаттап. Бірақ әнім бар.
сосын еще жүргіземін, ән айтамын, еще бәрін ұйымдастырамын ғой, сондай бір кезеңдер болды. Сол мен үшін жаңағы сен айтасың ғой, мындай бүйтіп шаршап. Сол бір пазик, ыстық, 50 градус ыстық, салқын, осылай міне жазда бастадық, августтан бастап сентябрьдің аяғына дейін 1-2 ай солай жүрдік. Бүкіл неше, қазір есімде жоқ. Біраз ауылдарды араладық. Сол кезде кәдімгідей база, бүкіл тәжірибені жинап аласың ғой сол жерде. Қыр-сырын бәрін біліп аласың сахнаға. Қалай шығасың, қалай тұрасың, қай сөз өтеді, қай сөз өтпейді, саған тас лақтыра ма, шапалақтай ма. Сондай да болған бізде. Әрине. Сен шыныққан сайын саған одан да қиындау сынақтар келеді. Сен одан өтесің ба, ары қарай өсесің, өтпейсің ба, сол жерде қаласың. Содан қорқамын да мен, тоқтап қалмауды тілеймін өзім Алладан. Күш-қуат бер деп енді дұға қылып жатамыз енді. Ол жерде ары қарай өсіп, ары қарай соны бір жаңадан бір адамдар келсе екен деп сені ары қарай жетелейтін, жалпы командама рахмет. Осы келіп осындай үлкен жұмыс бастап жатырмыз. Шынымен де оңай емес. Сен дайын болған кезде ғана саған ұстазың келеді, сен қасында қолдайтын адамдарың келеді. Көптеген енді телесериалдарды көріп жатырмыз. Няняны да күтіп көріп, одан кейін завод, одан кейін тағы басқа. Ең бірінші сенің Алжирді әлі есімде, солдат. Сондай бір ыстық, мен үшін ыстық фильм. Ең бірінші біздің Қобыланды актер болды, осындай киноға шықты. Соны қарайық деп бәріміз қарап, содан кейін бірден енді атып кеттің ғой. Алдағы уақытта тағы да бір сондай бір жақсы кинопремьералар бар? Бар әрине. Осы сәуір айында басталады. Осы наурыз айынан басталады ау, жатыспасам. 3 фильм шығады. Бұйыртса 2 толық метр, сосын және жаңа өзіміздің няня дейтін сериалымыздың 2-ші сезоны шығады. 2-ші сезоны шығады. Одан кейін сәуір айында Капитан Байтасов фильм шығады. Ол жаңа өзіміздің шынайы оқиғаға негізделген фильм. Жарнамасы бәрі шығады ғой, сол кезде көре жатасыздар. Одан кейін Жаза дейтін тағы бір толық метрді фильм бар. Сонда жалпы неше фильм шығады? Неше премьера? 3 премьера. 3 премьерам тұр, Құдай қаласа. Осы одан кейін патруль бар айтпақшы. Патруль өтіспіз ғой. Патруль шығады. Ұмытып қаламыз, шыққанша деші. Монтаж бәрі жасалғанша. Қалатын кездер болады. Сол премьералар болады әлбетте. Барынша мардымды жақсы тақырыптарды қозғайтын фильмдерге түсуге ниеттеліп жүрміз. Сен соларды өзің ұсыныстарды реттеп отырасың ба? Бір жоқ деген нелерің болды ма? Болды. Түспеймін деп айтқан сериалдар бар ма? Көп болды ғой. Көп па? Иә. Қалай таңдайсың? Сценарийна қарайсың ба? Сценарийна қарайсың, одан кейін өзіңнің бұрын ойнаған жаңағы кейіпкерлерге ұқсап кетпесе екен деген жаңағы детальдарды қарап, соған қарай реттеймін. Одан кейін енді болады бір фильмдер, бір оқыған кезде, бір қараған кезде, историяны, сценарийді оқыған кезде бауыра болатын дейді. Жаның қалап тұратын фильмдер болса, жаңа жақын фильмдер болса, баруға тырысамын. Кейбір кезде актер болып жүріп өзімізде сәл өзіңе режиссерлік қырымен қараған кездері де болады. Жаңағы мен негізі жалпы не қалаймын, қандай рөл ойнағым келеді дейтін сұрақтарды туындайды өз-өзіме. Білмеймін, енді білем. Білем, бір жақсы биографиялық фильмдерді ойнағым, биографический фильмдер болады ғой. Білмеймін, мен ол бір қабылдай ма. Мысалы, мен Тағалғат Бигелдиевті ойнағым келеді. Режиссерлерге ұсыныс. Тағалғат Бигелдиевті ойнағым келеді. Сондай сценарий жазылды. Керемет. Перл Харбор дейтін фильм білесіздер ме, білмейсіздер ме? Керемет бір фильм бар. Бен Аффлек ойнайды, тағы да бір актерлер ойнайды. Сол тақырыпта бір керемет бір Талғат ағамыздың жаңағы батырлығы бөлек, одан бөлек жеке өзінің өмір жайлы бір биографический фильмдер болады ғой. Сондай бір фильмдерді ойнағым келеді, мен ішкі өзімнің армандарым. Одан қалай бері жақсы бір Шоқан Уәлиханов білмеймін енді. Түсірілген фильмдер бар ғой, жоқ? Сол айтамды, сол кейіпкермен сен әрі қарай солай кетіп қалам деп қорықпайсың ба? Жоқ. Әртүрлі рөлдерді ойнап шықтың? Жоқ, ол әлі оған дейін ойнап болдым дейтін шаққа әлі жеткен жоқпыз десек те, осыны бір қазақтың кейбір ашылмай қалған Қасым Аманжоловтың фильмі түсірілсе, мысалы, Қасым Аманжолов жайлы өзіміздің
қарағандылық. Шәмші туралы Шәмші туралы кеште білесің ба сен қалай ән шырқадың? Шәмші болса Шәмші. Сонда бір фильмдер ойнағым келеді. Фильмдерде және сонда бір кейіпкерлер сомдағым келеді. Мен ішкі армандарымның бірі. Орындалсын. Құдай қаласа. Сол онда ол алыс емес шіркін біледі. Бұйырса, әлі алда ғой бәрі. Жігіттер әсіресе менде актер болғым келеді деп дайындалып жүрген жастар қарап жүрген шығар. Соларға қандай кеңес бересің? Ештеңе айта алмаймын мен оларға. Неге? Білесің ба, мен бір қара блокнот сыйлап едім ғой саған. Соған сен бір нәрсе жаздың ба? Жазылды. Мақсаттарды жазу керек, сол кезде орындалады деген бір өзімнің бір қағидам бар. Бізде де бар. Сондай бір жеңіл бір кеңестерді берші. Осылай да. Армандар жазылу керек, мақсаттар, қойылған мақсаттар, армандарың қағаз бетіне түссе тіпті жақсы. Орындалуына бір септік тиюі мүмкін. Одан кейін сол таза кастингтер. Ол енді ол кастингке бару, өз-өзімен жұмыс жасау, даму дейтін нәрсенің барлығы ол элементарный. Сен үшін элементарный. Сен былай сатымен айтып бере аласың ба, мысалы? Сатымен? Иә, мысалы оқуға түсу керек. Міндетті ма ол актерлік жаңағы нені бітіру? Жоқ, былай оқымай. Азбука білу керек қой. Білу керек. Значит, бірінші кеңес ол актерлік жақсы. Білесің ба, мен 25-26 жаста барған, 26 ма, 27 де ма? Мен осы ведущийлықты бастадым, ведущий болдым. Сол кезде айтатын, актерлік шеберлігі керек, оқу керек, диплом керек деген кезде мен бардым біздің шабытқа. Сол кезде айтты, сіздің жасыңыз өтіп кетті деп. Сол кезде, сол сияқты сондықтан жастарыңыз 25-ке толмай тұрғанда оқуға түсіп алыңыздар. Әлбетте түсу керек. Біз 25-тен асып, 30-ға таяған жігіттерді бәрін көбінесе режиссерлыққа жіберетін. Сіздер енді жастарыңыз ұлғайған, өмір көргенсіздер, сіздер режиссураға барыңыздар деп айтады. Кеңесім сол. Таза арман ешқашан адамды адастырмайды. Шынайы арман, армандарыңыз арқалап, соған қарай жұмыс жасаудан талмау керек деп тілеймін. Ниетім сол. Әрі қарай өзінің маңдайына жазылған тағдырынан көреді. Сол мен айтарым. Бірақ әлбетте сенем. Бақ. Жігіттің бабын алсаң да бағын ала алмайсың дейді ғой. Сондықтан баққа сенем. Маңдайыма жазылған менің бағым, осының барлығы. Жүргенім, қай жерде болсын бір жерде бой көрсеткенім, Алла тағаланың жазып қойған, әлмесақтан жазып қойған жолдары шығар. Бақ шаба ма, бап шаба ма деген кезде актерлікке қалай? Бір күндік па ол жаңағы бақпен бір сериалға шығып кетіп звезда болып, одан кейін әрі қарай ол шабала ма? Жоқ, бап керек бар қарай. Спорный вопрос. Екеуі де керек, мен кажется. Бағын жаным әрі қарай бапталу керек шығар деп ойлаймын. Бағын жаным әрі қарай, сол бақты әрі қарай ұстап тұру үшін бабың да керек шығар деп ойлаймын. Иә, қаншама жұлдыздар жарқ етіп бар болады да, одан кейін неге жоқ болып кетеді. Сондай нәрсе сол да бір закон физики ма, не дейді ондай. Тез жанған адам тез сөнеді дейді. Сондықтан Құдай өзі сақтасын. Өшуден отымыз өшпесін. Кеше ғана міне сөзімді бөлейін. Чумаковтың бір несін көріп қалдым, рилс. Ол айтады, мына сенің жанудағы жұлдыз болғанша жол ұзақтығы неғұрлым ұзақ болса, төмен түсетін жолында солай болады. Егер сен тез көтерілсең, тез түсесің деген сол жаңағыдай ғой. Сондықтан асықпай, мен неге жұлдыз емеспін деп шаршамау керек та, әрі қарай талпына беру, жүре беру керек. Сонымен барып уже өз шыңына шығасың. Иә. Сол мен жаңағы бақ деген сол сөйтіп айтатын едім. Мысалы, бағың жанды ма, әрі қарай сол бағың жанып тұрған қаласаң, бағыңды реттеу керек шығар. Дайындалып, өсіп оқып. Бір енді камераға қарап бір тілек көрсем біздің жастарға. Бір-бірімізге қарап біз екеуміз. Шақыртуларыңызға бірден рахметімді айтамын. 45 ештеңе айтпасақ тағы да бір керемет әңгіменің басы болды. Керемет дидарласып, сөйлесіп қалдық деп ойлаймын. Сол армандарыңызды аялаңыздар, үркітіп алмаңыздар, ұшырып алмаңыздар. Сол арманға қарай жақсы жұмыстарыңыз көп болсын деймін. Жол жөнекей кездесетін жандарының барлығы жақсы жандар болсын. Келетін қонақтарыңыз көп болсын, мардымды әңгімелеріңіз көп болсын. Көретін тыңдарман, оқырмандардың барлығы керемет пікірлер қалдырып, бір-біріміз қолдап отырайық. Бірің қазақ, бірің дос, көрместің істің бәрі бос дейді абай. Сондықтан
бір бірімізді көтермелеп қолпаштап жүрейік. Ал Қобыланды бүгін келіп уақытыңды бөліп әдемі бір әңгімелерді айтқанына мың да бір рахмет. Әрбір көрермен сенен бір алатын, шабыттанатын, әңгімеден алатын инсайттар көп болсын деп айтамын. Әрине сен сияқты әке, адал жар, актер ары қарай енді өсіп өніп әлемдік деңгейге жет деп тілегім келеді. Алланың қолдауымен әрқашан жүрегімдегі әнге деген махаббатың, көрерменге деген бір беретін бір шабыт таусылмасын. Әрқашан енді соның бәріне күш жігерің болсын, денің сау болсын, қасындағы қолдайтын жарың, бала-шағаң аман болсын. Ата-анаң енді әрқашан сен үшін биікте, олар да аман болсын. Барлығымыз тегіс қазақ елі аман болайық. Осындай тамаша әдемі отырыста жүрегіміз ашылып, сұхбаттасып кездесе берейік. Үлкен рахмет сіздерге. Көріскенше.